Құрбандық оқиғасы. Ибрахимнің Меккеге жасаған сапарларының бірінде адамзат тарихындағы аса бір ұлы оқиға жүзеге асты. Ол қасиетті аймақта ұйықтап жатып аян алды. Түсінде өз баласын бауыздап жатқанын көрді. Ибрахим пайғамбарлардың түсінің шындық екенін білетін. Сондықтан ешбір екіленбестен осы бұйрықты орындауға кіріседі. Аллах тағала бұл ұлы ғажап оқиғаны бізге өз кітабында былайша баян етеді. Ибрахим: мен Раббыма қарай барамын, ол мені тура жолмен жүргізеді. Раббым, маған ізгілерден бір ұл бер деді. Сонда біз оны өте кеңпейіл бір ұлмен қуанттық. Баласы өзімен бірге әрекет етуге жеткен кезде ол: ей балақайым, мен түсімде сені бауыздап жатқанымды көремін. Қарашы, не ойлайсың деді. Сонда Исмаил: ей әкетайым, өзіңе бұйырылғанды орында. Аллах қаласа мені сабырлылардан табасың деп сөз айтты. Ибрахим пайғамбар Аллахтың бұйрығына бойсынып, оның әмірін орындау үшін шыққанда, оған Жамрат әл-Ақбада шайтан кездесіп, бұл ойынан қайтармақ болады. Ибрахим оны 7 тас лақтырып қуып жібереді. Ибрахим екінші жамраға жеткенде шайтан тағы алдына шығады. Бұл жолы да Ибрахим оны 7 тас атып қуады. Ол 3-ші жамраға жеткенде шайтан алдынан тағы шығады. Ибрахим оны тағы да 7 тас лақтырып маңынан аластайды. Осылайша Ибрахимді азғырмақ болған шайтанның сасық ойы іске аспайды. Сөйтіп, әке мен бала бұл бұйрықты орындауға шешім қабылдайды. Исмаил әкесіне: ей, әкетайым, егер мені бауыздамақ болсаң, жүзіме көзің түсіп, аяушылығың оянбау үшін маңдайымды төмен қарат деді. Ибрахим осылай істеді. Ол ұлын етпетінен жерге жатқызды. Пышақты алып, оның алқым тұсына қойып тартты. Пышақ кеспеді. Бұл Аллах тағаланың бұйрығы еді. Сонда Ибрахим пышақты қатты басып тартты, бірақ пышақ өтпейді. Құранда бұл көрініс. Сөйтіп ол екеуі де бойсынған кезде әкесі оны маңдайымен жатқызды деп сипатталған. Осылай әке бала екеуі Аллах тағаланың әміріне түгелдей бойсынған кезде сынақ аяқталды. Олар Аллахтың әмірін орындауға барлық ынталарымен әрекет етті. Бұдан кейін сынақ қылуға қажеттілік жоқ еді. Өйткені мақсат қан төгу емес, олардың бойсынуларын тексеру болатын. Аллах тағала: біз оған: ей Ибрахим, расында түсіңді шындыққа шығардың, шын мәнінде игілік істеушілерді осылай сынаймыз деп дауыстадық. Расында бұл бір анық сынау еді деп айтқан. Бұл тарихтағы ең үлкен сынақ болатын. Кім 86 жасқа келгенде көрген жалғыз ұлын ишара нұсқау арқылы құрбандыққа шалсын. Ал Ибрахим бүкіл әлемдердің Раббысына бойсынып, мұндай қиын сынақтан абыроймен өтті. Ибрахим Исмаилды бауыздамақ боп пышақ өтпей жатқан аралықта ол бір дыбыс естіді. Бұрылып қараса Жибрейіл екен. Онымен бірге көктен жәннаттан түсірілген қошқар бар еді. Аллах тағала: біз оны ұлы құрбандықпен ауыстырдық деген. Ибн Аббас: ол жәннатта 40 күз бағылған, түсі ақ, көзі үлкен және мүйізді ірі бір қошқар еді деп